Bugün bizlerden венчик по-американски яғни панкейк пісіретін боламыз. Әне видео көп жатқанда лайк басып, комментарий жазып кетіңдер, тағы қандай видео түсіргенімді соның подписаться кетіңдер. Ал бізді бастаймыз. Біріншісі бізде 50 грамм сливочное масло салатын боламыз. Мына жерде майды ертіп жатыр 1 минутқа. Біздерде келесі 300 грамм молока. Міне. Қазір ішіне салатын боламыз. Так, келесі біздерде 2 яйца. Яғни жұмыртқа. Бізде келесі 30 грамм шекер салатын боламыз. Бізде келесі 20 грамм осындай ұн. Бізде келесі осындай салатын боламыз. Панкейкімізді әжеге қоятын боламыз. Осындай қытапшыдай панкейкті пісіріп жатырмыз. Bizim paketimiz. Bizden осындай әп-әдемі панкейкімізге украшениялар жасайтын боламыз. Біз осындай шоколадты ерттік. Бірінші бізде деген бананды кесіп үстіне салатын боламыз. Üstüne saldım kullanmamız. Şimdi yergen şokoladты üstüne salmamız kalırsa yer kalkınır. Kaşın kutla kesip üstüne saldım kullanmamız. Міне бізде осындай панкейкті қараңыз. Какая красота шықты әп-әдемі. Достар, қазір дәмін көретін боламыз. Інім екеуміз. Кесіл дәмін көріп. Достар, дәмін өте дәмді. Достар, бүгін видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер.
кетіңдер, сыныпқа бет кетіңдер. Барлығына пока!